Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі шығарылым түсіңізде қайтыс болған әкеңізді көрсеңіз деп аталады. Бұл видеода мына тақырыптарға тоқталамыз. Қайтыс болған әкеңізбен бірге қайтыс болған анаңыздың жүргенін көрсеңіз, әкеңіздің сізбен сөйлесіп тұрғанын, жылап жатқанын, ашуланып тұрғанын, үндемей тұрғанын және де ауырып жатқанын көрсеңіз қалай жоримыз, соған арналады. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Егер түсіңізде әкеңіздің жылап тұрғанын көрсеңіз, сіздің басыңызда бір қиыншылықтардың өтіп жатқандығына ишара. Түсіңізде әкеңіздің жылап тұрғанын көрсеңіз, көзі тірісінде сізді қатты уайымдағандығына ишара. Кейбір ғұламалар түсіңізде әкеңіздің жылап тұрғанын көрсеңіз, онда сіздің басыңыздағы қайғының кететіндігіне ишара деген. Түсіңізде әкеңіздің жылап тұрғанын көрсеңіз, әкеңіздің қарыздары бар екендігіне ишара. Шамаңыз келсе, сол қарыздарын өтеп беріңіз. Түсіңізде әкеңіздің жылап тұрғанын көрсеңіз, әкеңіздің мойнында бір аманаттың бар екендігіне және сол аманатты иесіне қайтарып беру керек екендігіне ишара. Түсіңізде әкеңіздің ашулы болып тұрғанын көрсеңіз, сіздің басыңызда бір қиыншылық бар екендігіне және сол қиыншылықты сіз жеңуге тырыспай жатқандығыңызға ишара. Түсіңізде әкеңіздің сіздің жасап жатқан ісіңізге ашуланып тұрғанын көрсеңіз, ол ісіңізді тоқтату керек екендігіне ишара. Түсіңізде әкеңіздің үндемей тұрғанын көрсеңіз, сіздің әкеңізді ұмытып кеткендігіңізге ишара. Түсіңізде әкеңіздің үндемей тұрғанын көрсеңіз, балаларының дұғасына мұқтаж екендігіне ишара. Түсіңізде әкеңіздің үндемей сізге қарап тұрғанын көрсеңіз, әкеңіз бен сіздің араңызда бір келісім бар екендігіне ишара. Сіз сол келісімді ұмытып кеткендігіңізді білдіреді. Түсіңізде әкеңіздің қайғырып жүргенін көрсеңіз, сіздің жасап жүрген істеріңіздің жаман екендігіне ишара. Сол істеріңізден бас тарту қажет екендігін білдіреді. Түсіңізде әкеңіздің қайғырып жүргенін көрсеңіз, бір істі бастар алдында жақсылап ойлану қажет екендігіне ишара. Түсіңізде әкеңіздің қайғырып тұрып қуанғанын көрсеңіз, сіздің жасаған шешіміңіздің дұрыс екендігіне ишара. Түсіңізде әкеңізбен бірге ұйықтап жатсаңыз, өміріңіздің ұзақ болатындығына ишара. Түсіңізде әкеңіздің жуынып жатқанын көрсеңіз, алыс сапарға баратындығыңызға ишара. Түсіңізде әкеңіздің жуынып жатқанын көрсеңіз, арғы дүниедегі өмірінің жақсы екендігіне ишара. Түсіңізде әкеңіздің жуынып жатқанын көрсеңіз, ауруыңыздан айығатындығыңызға ишара. Түсіңізде әкеңіздің сізге бір нәрсені жасауды айтса, сол істі жасау керек екендігіңізге ишара. Жаманшылықтан тыйып жатса, ол жаманшылықтан бас тарту керек екендігіне ишара. Түсіңізде әкеңіздің сізбен көп сөйлесіп тұрғанын көрсеңіз, өміріңіздің ұзақ болатындығына ишара. Түсіңізде әкеңіздің сізге сыйлық бергенін көрсеңіз, және сіз сол сыйлықты алсаңыз, мол табысқа қол жеткізетіндігіңізге ишара. Түсіңізде әкеңіздің сізге сыйлық бергенін көрсеңіз, жақсы бір хабардың келетіндігіне ишара. Түсіңізде әкеңіздің сізді сүйгенін көрсеңіз, табысты болатындығыңызға ишара. Түсіңізде әкеңіздің ауырып жатқанын көрсеңіз, сіздің басыңызда бір қиыншылықтың бар екендігіне және сол қиыншылықты шеше алмай жүргендігіңізге ишара. Түсіңізде әкеңіздің ауырып жатқанын көрсеңіз, сіздің дұғаңызға мұқтаж екендігіне ишара. Ол кісінің атынан садақа, қажылық сияқты жақсы амалдар жасау керек екендігін білдіреді. Түсіңізде әкеңіздің тірілгенін көрсеңіз, бүкіл жаманшылықтың бітетіндігіне ишара. Түсіңізде әкеңіздің тірілгенін көрсеңіз, сіздің өміріңізге береке келетіндігіне ишара. Түсіңізде әкеңіздің тірілгенін көрсеңіз, мақсатыңызға қол жеткізетіндігіңізге ишара. Түсіңізде әкеңіздің сізге бал бергенін көрсеңіз, мол табысқа қол жеткізетіндігіңіздің белгісі. Түсіңізде әкеңіздің сізге сабақ беріп жатқанын көрсеңіз, адамдар арасында
сіздің дәрежеңіздің көтерілетіндігіне ишара. Түсіңізде әкеңізді жалаңаш жүргенін көрсеңіз, ол үшін дұға жасауыңыз қажет екендігіне ишара. Түсіңізде әкеңізді жалаңаш жүргенін көрсеңіз, әкеңіздің мойнында қарыз бар екендігіне ишара, сол қарызды төлеу керек екендігін білдіреді. Түсіңізде әкеңізді жалаңаш жүргенін көрсеңіз, ол кісінің атынан қажылық жасау керек екендігіне ишара. Түсіңізде әкеңізді жалаңаш жүргенін көрсеңіз, отбасыңыздағы бір құпия сырдың ашылатындығына ишара. Түсіңізде әкеңіз бен анаңызды бірге көрсеңіз, сізге береке келетіндігіне ишара. Түсіңізде әкеңіз бен анаңызды бірге көрсеңіз, олардың берген тәрбиесін ұмытпау керек екендігіне ишара. Түсіңізде әкеңізді ұрып жатсаңыз, оның тілін алатындығыңызға ишара. Түсіңізде әкеңіз бен ұрысып жатсаңыз, сіздің тура жолдан тайып кеткендігіңізге ишара, тәубе етіп дінге бет бұруыңыз қажет. Түсіңізде әкеңіздің түрмеде отырғанын көрсеңіз, әкеңіздің қарызы бар екендігіне ишара, қарызын төлеп беруіңіз қажет. Түсіңізде әкеңіздің түрмеде отырғанын көрсеңіз, сіздің дұғаңызға мұқтаж екендігіне ишара. Түсіңізде әкеңіз сізді ұрып жатса, сіздің жасап жүрген ісіңіздің жаман екендігіне, сол ісіңізді тоқтату керек екендігіне ишара. Түсіңізде әкеңіздің қатты жылап тұрғанын көрсеңіз, жасаған күнәсі үшін жазаланып жатқандығына ишара. Ол кісі үшін Алладан кешірім сұрауды ұмытпаңыз. Егер түсіңізде әкеңізді көп көрсеңіз, оны шынымен сағынып көргіңіз келіп жүргендігіңіздің белгісі. Ал егер кейбір уақыттарда көріп тұрсаңыз, ғалымдарымыз былай жорыған. Ибн Сирин былай деген: егер түсіңізде қайтыс болған әкеңіз сізге нан беріп жатса, онда сіздің жақсы табыс табатындығыңызға ишара деген. Ал егер марқұмның бергенінен бас тартсаңыз, шығынға ұшырап, қажылай қиындықтарға тап боласыз дегенді білдіреді. Түсіңізде әкеңіз сізді қатты құшақтаса, өміріңіздің мәнді және ұзақ өмір жасайтындығыңызға ишара. Түсіңізде әкеңіз сізден бір нәрсені алса және сол нәрсені берсеңіз, шығын келетіндігінің белгісі. Түсіңізде әкеңіз сізді шақырса, ал сіз ол адамның артынан еріп кетсеңіз, жаманшылыққа жорылады. Түсіңізде әкеңіз сізді шақырса, ал бірақ сіз бармай бас тартсаңыз, өміріңіздің ұзақ болатындығына ишара. Түсіңізде әкеңіздің сіздің үйіңізге келіп қонақ болғанын көрсеңіз, үйіңізге береке келетіндігіне ишара. Түсіңізде әкеңізді көтеріп жүргеніңізді көрсеңіз, сіздің абыройыңыздың артатынына ишара. Имам Наблусидің айтуынша, егер сіз түсіңізде әкеңіздің қуанып тұрғанын көрсеңіз, сіздің бақытты екендігіңізге және жақында бір жақсы хабар келетіндігіне ишара деген. Имам Наблусидің айтуынша, түсіңізде әкеңіз сізді шақырса, ал бірақ сіз бармай бас тартсаңыз, жаманшылықтың кететіндігіне ишара деген. Ал егер ауырып жүрсеңіз, ауруыңыздан айығатындығыңызға ишара. Түсіңізде әкеңізбен бірге тамақтанып отырсаңыз, рызық несібеңіздің артатындығына ишара. Түсіңізде әкеңіздің жылап отырғанын көрсеңіз, сіздің басыңыздан бір қиыншылықтардың өтіп жатқандығына ишара. Түсіңізде әкеңіздің билеп, сауық құрып жүргенін көрсеңіз, сіздің бір беделге ие болатындығыңыздың белгісі, молшылық болатындығына ишара. Түсіңізде әкеңіздің бір жақсы амал жасап жатқанын көрсеңіз, сізді сол істі жасауға шақырып жатқандығына ишара. Ал егер жаман іс жасап жатқанын көрсеңіз, онда ол істен сізді тыйып, жаманшылық жасамауға шақыруда. Ал бір жаманшылық жасап қойсаңыз, Аллаға тәубе етуіңіз керек екендігіне ишара. Түсіңізде қайтыс болған әкеңізді іздеп жүрсеңіз, ол адамның тірі күнінде сізге қалдырған нәрселерін іздеп жүргендігіңізге ишара. Мысалы, ол адамның өсиетін,
мал-мүлкін, айтқан ақылдары сияқты нәрселер. Түсіңізде қайтыс болған әкеңіздің қабірін қазып жатсаңыз, сіздің бос нәрселерге ақша шашып жүргендігіңізге ишара. Түсіңізде қайтыс болған әкеңіздің сіздің жеткен жетістігіңізге күлімсіреп қарап тұрғанын көрсеңіз, әкеңіздің сізді көп ойлағандығына ишара. Түсіңізде қайтыс болған әкеңіздің қуанып жүргенін көрсеңіз, арғы дүниедегі жағдайының жақсы екендігіне ишара. Түсіңізде қайтыс болған әкеңіздің қуанып жүргенін көрсеңіз, сіздің дұрыс шешім қабылдағаныңызға ишара. Кейбір ғалымдардың пікірінше, түсіңізде қайтыс болған әкеңізбен қыдырып жүрсеңіз, немесе бір жерге жол жүріп бара жатсаңыз, өміріңіздің ұзақ болатындығына ишара деген. Егер түсіңізде әкеңізбен саяхатта жүрсеңіз, бір істі бастар алдын Аллаға тәуекел етіп, батыл қадам жасау керек екендігінің белгісі. Қайтыс болған әкеңіздің тағы қайтыс болып жатқанын көрсеңіз, сіздің әкеңізді қатты сағынып көргіңіз келетіндігіңізге ишара. Қайтыс болған әкеңіздің тағы қайтыс болып жатқанын көрсеңіз, оның біреуі жақсылыққа, екіншісі жаманшылыққа жоруы бар. Біріншісі жақында бір суыт хабардың келетіндігіне ишара, ал екіншісі біреудің сол үйден тұрмысқа шығатындығына ишара. Қайтыс болған әкеңіздің тағы қайтыс болып жатқанын көрсеңіз, бірақ әкеңіз менің жағдайым жақсы десе, онда арғы өмірдегі жағдайының жақсы екендігіне ишара. Қайтыс болған әкеңіздің тағы қайтыс болып жатқанын көрсеңіз, сіздің дұғаңызға мұқтаж екендігіне ишара. Түсіңізде әкеңіздің жаназасын көрсеңіз, сіздің әкеңізді сағынып жүргендігіңізге ишара. Түсіңізде қайтыс болған әкеңізді құшақтап тұрғаныңызды көрсеңіз, ол кісінің жасаған жақсы амалдарын көп ойлайтындығыңызға ишара. Түсіңізде қайтыс болған әкеңізді құшақтап тұрғаныңызды көрсеңіз, ол кісіге көзі тірісінде жақсы қарым-қатынас жасағандығыңызға ишара. Түсіңізде қайтыс болған әкеңізді құшақтап тұрғаныңызды көрсеңіз, сіздің жасап жатқан ісіңізге разы екендігіне және қолдау білдіретіндігіне ишара. Түсіңізде қайтыс болған әкеңізді құшақтап тұрғаныңызды көрсеңіз, жақсы жаңалық келетіндігіне ишара. Түсіңізде қайтыс болған әкеңізді құшақтап тұрғаныңызды көрсеңіз, бұл өмірде сізге көп жақсылық келетіндігіне ишара. Түсіңізде қайтыс болған әкеңізді құшақтап тұрғаныңызды көрсеңіз, сапарға шығатындығыңызға және сол сапарда көп қиыншылықтар болатындығына ишара. Түсіңізде қайтыс болған әкеңіздің сізге қонаққа келгенін көрсеңіз, оның ақыл-кеңесіне мұқтаж екендігіңізге ишара. Түсіңізде қайтыс болған әкеңіздің сізге қонаққа келіп сізбен сөйлескенін көрсеңіз, алға қойған арман-мақсаттарыңызға жететіндігіңізге ишара. Түсіңізде қайтыс болған әкеңіздің басқа біреуге үйленіп жатқанын көрсеңіз, оның ақыреттегі өмірінің жақсы екендігіне ишара. Түсіңізде қайтыс болған әкеңіздің басқа біреуге үйленіп жатқанын көрсеңіз, сіздің ол кісінің атынан берген садақаңыздың қабыл болып, оның сауабының тигендігіне ишара. Түсіңізде қайтыс болған әкеңіздің басқа біреуге үйленіп жатқанын көрсеңіз, әкеңіздің Алла тағаланың мейіріміне бөленгендігіне ишара. Түсіңізде қайтыс болған әкеңіздің басқа біреуге үйленіп жатқанын көрсеңіз, әкеңіздің әділ, жақсы адам болғандығына және қиын кезеңдерде отбасының қасында болғандығына ишара. Түсіңізде қайтыс болған әкеңіздің басқа біреуге үйленіп жатқанын көрсеңіз, сіздің өміріңіздің жақсаратындығына ишара. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер де менің видеом ұнаған болса, лайк басып комментарий қалдырыңыздар. Және де подписаться бөлімін басып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар.